Сәлем достар, сіздерге мен қанат келеді. Бүгін біз достар команда блок не екенін көрсететін боламын. Ол қандай зат істей алатынын көрсететін боламын. Ал біз видеоны бастайық. Мен рекомендовать ететін осы затты қосу. Осы координатпен сіздер тез істей аласыздар заттарды. Оны қосу үшін сіздерге настройка кіресіздер былай. Кейін астына барасыңдар да создательді басасыңдар да мына осын басасыңдар. Сол кезде наяқтан не шығады? Чаттан не надо шығады. Осымен тұрған жерде координатты копировать етуге болады. Ал мынау сол бір координатты екі рет қоюға болады. Қалай команда блокты алу керектігін көрсететін боламын. Бұны тек творческийде алуға болады, ал выживаниеде ала алмайсыздар. Бірінші біз чатқа жазамыз. Осындай белгі қоямыз. Бәрі білетіндей. Кейін game модты жазамыз. Gifті жазамыз. Міне gifті жазамыз. Кейін собачка P дейміз или S дейміз. Кейін команда блокты жазамыз. Команда блок. Үстіне жазылып тұр. Көрініп тұр. Команда блокты жазамыз. Қанша штук болуға болады? 1 десеңдер 1, 64 десеңдер 64. Или іштен жазбасаңдар да болады. Аламыз міне. 1 берді. Қағанда міне команда блок осылай көрінеді. Текстур пактың арқасында бізде бұлай көрінеді. Ал Minecraft сәл басқалау. Ал қазір қандай функция атқаратынын көрсететін боламыз. Бірінші айтқым келіп жатырмын, бұл выживаниеде былай басып, ішін былай көре алмайсыздар былай. Яқта еще импульс түрі бар, цеп түрі бар, цикл түрі бар. Мына екеуін айтпаймын, өйткені бұл базовый затқа жатпайды. Мысалы цикл бір затты қайталау, мысалы жетелді шығаруды жазасыз, мысалы summon village'ді бір деп жазасыз. Циклді бассаңыз, сол жетел сол бір жерден шыға береді, сондай зат. Ал цеп соған ұқсайтын зат. Ал біз импульс көрсететін боламыз. Яқта без условия, при условии деген бар, без условия қойылыңдар. Редстоун керек деген бар, работать всегда дейді. Бұл жәнегідей неге ұқсайды филатовидіне. Яқта подсказка берген. S бұл сіз, P ол ближайший игрок, бірақ S команда блокта істемейді. Ал P істейді. R деген ол любой игрок, А ол барлық игрок осы сервердегі, мысалы осы мердегі. Ал E деген өмір сүріп жүргендер. Мысалы біз выживаниеде болсақ, біз өмір сүреміз ғой. Біз өліп кетеміз. Жануарлар, мобтар, құбыжық мобтар, монстр бәрі өліп кетеді. Бірінші ол көрсететін команда ол бізде филді көрсететін боламыз бүгін. Қараңдар, фил. Міне фил деп жазады, фил. Міне бұяққа да жазсаңдар болады. Или команда блок өзі істеп береді. Команда блок істеу үшін бізге определенный зат керек. Мысалы осындай или кнопка, рычаг или кнопка қойылады. Маған ең ұнайтыны кнопка, конечно. Или осы команда блокты жалғастырыларын келсе, мысалы, былай да. Мысалы бір команда блок басасыңдар да келесі былай жалғасып кету үшін осы повторительмен и просто redstone пыл керек. Мысалы, мына жаққа жалғастырған келесір, мысалы. Кнопка нажағанда болса қарамағырсы да, мына жақырып. Хоп, келесі қойға болады. Мысалы, мына фил бұлай ар жаққа қойғанда, мысалы, дерево ағаш болса, мынаға тас болса, ағаш тас болады. Мысалы, қараңдар. Мысалы, мына жақта тұрамыз. Міне, мысалы, және айтқан затты басасына, міне наны. Кейін, мысалы, мына жаққа жүреміз. Осы блокта жүрген болады. Или сәл былай жүрсеңдер, былай үстіне мінесеңдер үшіп. Сол кезде осы жақтан мен тұрған жерге дейін былай ішін толық блок қояды. Еще любой блок қойыласыңдар, барьерден бастап, кәдімгі жерге дейін қойыласыңдар. Мына жерде мысалы копировать етеміз да, міне. Мына жаққа келеміз да, міне былай жазамыз. Оғанда осындай қоямыз да, фил дейміз. Мысалы фил. Біз фил қолданамыз қазір. Бірінші мен фил көрсететін боламын. Кейін бізге осындай собачка жазбаймыз. Біз координатты қоямыз. Мысалы, буфер обменге кіресіңдер да, бірінші координатты қоясыңдар да, блок, қандай блок? Мысалы, мен тас қоямын. Тастың ағылшынша жазасыңдар. Столынан кейін келесі сөздер жазуға болады. Мысалы, холлоуды жазсаңдар, ішіндегі қазір көрсетем, мысалда басамыз. Міне көрінем, осы блоктан, мен ар жақтан копировать еттім да, міне тас деген сөз. Мысалы, басқа блок қойға болады. Мысалы, дейді. Басамыз, хоп. Міне барьер нақта. Міне барьер тұр. Қарандар, еще walk planks дейік. Мысалы, арасын ауышын бұлай пробел қойға алмайды. Мысалы, міне walk planks болса, арасын ашу алмайды.
өйткені ол істемей қалады. Былай қою керек обязательно. Planks, мысалы planks. И міне walk planks деген осындай. И қараңдар, еще былай істеп жатыр. Мысалы біз жақтан мына жақтан координат қояйық, былай копировать еттік та. И кейін мысалы мына жаққа, мысалы и мына жақтан аламыз, мысалы міне өшіктейміз. Fill. И жәнегі екеуін қояқты, мысалы оп. Аны қоямыз. И бізде кейін мысалы walk planks. Walk planks дейміз. И қазір басса қараңдар. Міне көрдіңдер ма? Осы жерден ар жақты аламыз. ПК-дағына World Edit бар ғой, сол сияқты зат. И іші қараңдар. Іші толық, міне іші бар. Іші жоқ қылғым келіп жатса, мысалы үй сияқты тіпті, үй сияқты ішін бос қылып істелерін келсе, hollow деп жазылады. Міне hollow деген бізде ішін толық қылмайды. Мысалы мен бұл түрде оп, и қараңдар. Іші қараңдар бос. Солай үй салуға болады. Мысалы осы жақта ар жақтан алып үй салуға болады. Алдыңғы видеоларымда көрсеткен болғанындай еще чаткада салып жазуға болады. И екі координат қылып жасауға болады. Или сен тұрған жер болса, осындай істеуге болады. Кейін еще екі командалық қалай қосады. Мысалы мынаны аптайық. Істейді. Хоп. Ойбе. Хоп. И міне. Видеоны до конца көрейік. Тек фил айтпаймын. Саммонды айтамын еще. Еще тағы басқаны айтамын. Қалай көңіл керек, сразу тоңылау керек. И мысалы мынаға қараңдар, мысалы мен осы жақтан осы жерден да и мен мынаға координат қойғым келіп отыр, міне хоп ет қоямыз мысалы. И мынаға мысалы мынау құртқымыз келіп жатқан жақтан ана тасты мына қояйық, міне walk planks. И қараңдар, міне екеуі істейді сразу. Хоп. Мысалы мынаға біз былай жазақ та, мынаға fill дейік та, кейін жәнегі осымен и қараңдар. Хоп, аптысаймыз. И мынау хоп, міне қояды. Сәл жай шығу үшін мысалы мынаға былай үлкейтуге болады. Командалықты ар жаққа қоюға болады. Просто мынаға ортасына андай қою керек обязательно. И қараңдар, қалай шығатын. Хоп, и хоп, міне көрдіңдер ме қалай шығатын. И мен филді полный айтқан шығармын деп ойлаймын. Бұл қалай күн мен түн қылатынын көрсететін боламыз. Мына жақта күнді көрсетемін, ал мына жақта түнді көрсетемін. Бұл үшін түн, time set, night дейміз. Night деген былай жазылады. И міне түн қылды. Мына жақта day дейміз. И сол кезде күн қылады, міне. Мына жақта да былай қоюға болады. Мысалы ден, восход, мына жақтан да көруге болады. Закат бізде sunset деп жазылады екен ағылшынша. Бізде полночьтіміз midnight деп жазылады. Полден бізде noon деп жазылады екен. Восход бізде sunrise деп жазылады. Солай жазуға болады. Ағылшынша үйренуге болады екен солай. Кейін біз көрсететініміз бұл summon. Summon қалай жазатын боламыз. Summon ол дәл фил сияқты, просто бірақ оның орнына блок емес моб шығатын болады. Limbo mob, монстр шығады мысалы. Самонға нақада жазуға болады. Самон, таймсетті солай жазуға болады. Самон. И қандай моб, мысалы зомби. И координат, мысалы. Біз тұрған жер, мысалы бұлай жазылады. Біз тұрған жер, хоп. Міне зомби шықты. Или мынақа бұлай жазуға болады. Самон. Біз шошқан алайық. И біздің тұрған жер. И нан басқанда бізде нақтын шығады екен. Мынаның үстіне шығады екен. Мысалы толып шығу үшін мұнан басамыз, бірақ қат кету мүмкін. Мыналар шексіз шығатыр. Алып түзек одан да. Give деген бізде. Еще айтпақшы типі бар. Типін айтқан жоқ айтпақшы. Типін айтам көз. Give деген затты алу. Мысалы give. Мысалы тек post-it. И мысалы barrier десек. Barrier. Оп, міне бізде barrier түсті. Міне осы апсақ. Міне barrier түсті бізден. Нақта бізде мобтар көйіп кетті. Сол үшін kill деген өзіміз өлтіріп тастайды. Мысалы А деген біздің барлық сервердегі адамдар өлтіріп тастайды. Өмір сүретін бәрін өлтіріп тастайды. Сол үшін хоп. Міне біз творческий болғаннан кейін өлмейміз. Келесі бізде тп. Міне тп.
тп қаяққа мысал біз тп дейміз мына жаққа тп дейік. И осыны ар жағына да істеуге болады. міне ар жағына да істеуге болады. Ол істейді ар жақта ар блокта тұрса да. Мысалы тп и жәнегі еще былай жазамыз п деп жақын игрок деген сөз. И мынаны басамыз и болды. Басамыз. Міне тп деді. Мен еще қалай экранға сөз шығатынын көрсетейін. Бұл экранға сөз шығады. Мысалы былай жазамыз. Титл деп жазамыз. Титл деген сөз деген сөз. Мысалы маған. Дәл қазір маған. И та титл дейміз. Білім деуші екен. И мысалы қандай сөз. Қазақша любой сөз қойады. Мысалы мынандай жазамыз. И міне тіркел деп шығады. Мысалы а қойсаңдар барлық игрокқа шығады. И қайда сөз өтеді. Сөз өзгерту үшін сіздерге осы нені қою керек. Осындай символда. И любой сан. Мысалы бір бізде көк екен. 2 жасыл. Көрді әртүрлі түсті. Мысалы 6 сары. 4 қызыл. И біз мысалы осындай сөз жаздық. И басамыз. Міне көрді ме? Мысалы кнопка табуда жазып қойсаңдар болады. Өз карт жасап жатсаңдар. Кейін бізде тағы бір команда бар еді. Осыны мысалы қайсет сөз қоя. Осы сөзді хоп и міне бұлай, кейін бұлай. И міне былай жасап болады. Clear деген инвентарымыз заттың бәрін алып тастайды. П и болды. Сол заттарымыз жоқ болып кетеді қазір. Міне басамыз. Міне заттарымыз жоқ болып кетті. Еще оған тп-ны қоссаңдар хоп тіркел. Еще заттарымыз жоғалады. И міне ең бас көрейік. Хоп, міне заттарымыз жоғалып, тіркел деді. Еще мынаумен тп-дік. Солай карт жасауға болады, ұзақ. Или жәнегіден фильммен қолданып, бір знак көрсеткілерін келсе, мысалы. Еще тағы бір команда, эффект. Эффект деген бізге эффект береді. Эффект деген бізде секіретін, жүгіретін, көбейтетін, сондай ғой. Қараңдар, мысалы, кнопка қоямыз. И эффект жазайық. Эффект. И мысалы қандай эффект қойсақ болады. Health посты сондай бар еді. И бірінші бізде жазылатын сан ол уақыт. Мысалы 30 секундқа. И оның күші мысалы 5 күш. И бассақ health бар міне. Осы. Қандай еще чатқа да жаза алады. Мысалы мен тұрмын мысалы. Мысалы стик өзімге. И мына жақтан әртүрлі эффект бар. И бізде қарап отқа өртенбейтін бар, сондай бар. Clear дейді. Clear деген бізде эффектін бәрін алып тастайды. Мысалы барлық игрокта секіретін эффект тұрса, а дейсіңдер да clear дейсіңдер, бұл бәрін эффект етіп. И мынаған жас көрейік, мысалы health бар деді. 30 емес, 5 емес, мысалы 200 деп көрейік. И бас көрейік. Мына қараңда 200 хп деген бізде мынандай. И хпын тез толтыратын эффект бар еще. Қандай выживание команда қолданамын, бірақ кнопканы басамын. Так, еще не көрсетемін. Қалай выживание креатив ойнауға болады. Екеуін де қояйық. Міне выживание алады. Ал мынау креатив. Мына выживание алады. Мына арасына кейін айтпақшы, кейін собачка өткісіне. Міне собачка. И міне қараңдар. Міне выживание алып кеттік. И креатив. Жоқ керісінше мына выживание екен. И мына креатив екен. Міне креатив кеттік. Спектатор болуға болады еще. А десеңдер, адвент хоррорс андай. Приключение. Іштен сындырамайды, іштен қоямайды. Тек кнопка басылады, речек істеледі, сондай ғой. Қараңдар, damage деген команда бар. Ол бір адамға или бір мобқа урон береді. Қанша урон? Мысалы 20 десеңдер, 20 урон береді. Достың аты мысалы аза болса, аза десіңдер да, и қанша урон екен айтасыңдар, мысалы 40. И ол сразу өліп қалады. Өйткені сейфте 20 қылып 20 сразу өліп қалады. Мысалы өзім жазып көрейінші ал. 5 ол 18 қараңдар. Айбой қараңдар, бірақ болды. 2 жизнь қалды. 1 жизнь қалды, бірақ 2 болды. Қандай менде мерден тұрған екен тесту отыр. Тестудан мысалы А десінде шығады. Мысалы алмесис деген дәлдіктен сәл көмекті қосу дейді. Еще міне күн түнді қосып жүретін дейді. Камера дейді. Міне камера
камера қозғалту, clear upside eventер заттан, clear spawn point деген spawn point қоюды үйретеді дейді. Айтпақшы, мен қалай spawn point қою керек айтпаппын ғой. Блокты аламыз да, мысалы мына қойып қояйық та, жоқ қояйық та бір блокпен. И бұл жаққа кнопка емес, мысалы біз плита қойып қояйық. Мысалы мына плитаны қойып қоямыз. Command блокпен мысалы мынау істейді, еще мынау істейді, мынаның бәрі істейді ғой. И мына жаққа мысалы command блок не қоямыз. Ішіне spawn point дейміз просто. И жауып тастайық. Мына жақта чекпоинт аламыз, міне. Үстінен шықты, сол жақтан координат еще шығады. Қиын емес. Картасы негізі қатты қиын емес та ғой, оп-оңай. Сіздерге осы command блок ұнаған шығар, барлығы түсінікті болған шығар деп ойлаймын. Осы панорамный камераны осыны қосып алған шығар деп ойлаймын. И осы видео сәл оңай болған шығар деп ойлаймын. Видео қатты ұзақ болмаған шығар, или ұзақ болма. Білмеймін, оны монтажда көретін боламыз, ал біз видеоны бітіретін боламыз. Видеоны болса лайк болса, коммент жазып тіркеліп кетіңдер. Пайдалы болса, бір нәрсе түсінген болсаңдар, тіркеліп кетейік өтініш. И біз видеоны бітіретін боламыз. Сау болыңыздар.